Бәріне сәлем. Біз бүгін химияда көп кездесетін қоспаға байланысты есептерді бірге шығарамыз. Есепті шығармас бұрын, білесіздер, көп есепте металл мен қышқыл әрекеттеседі. Қышқылдар кестесін міндетті түрде жатқа білу керек. Мына кестеде көрсетілгендей, мына қышқылдардың атаулары, қышқыл білесіздер құрамына кіреді сутек және қышқыл қалдығы формуласы, және қышқыл қалдықтарының формуласы, және қышқыл қалдықтарының атауларын. Егер осы тақырыпты мұқият тағы да бір қайталап өтемін десеңіздер, 8-ші сыныпта 44-ші параграф 154-ші бетте қайтып оқуға болады. Металдардың белсенділік қатарында білу керекпіз. Қызылмен тұрғандар олар өте белсенді металдар, олар білесіздер, сумен де қышқылдармен де шабытты әрекеттеседі. Кейін көкпен тұрғандар олар орташа белсенді металдар, қышқылмен әрекеттеседі. Ал сутектен кейін тұрған металдар олар пассивный, белсенді емес металдар, олар қышқылмен әрекеттеспейді. Осы тақырыпты тағы да бір қайталайын десеңіздер, онда 8-ші сыныптың 3-ші тарауын 42-ші бетті оқыңыздар. Есептің берілген мұқият оқып аламыз. Есепті оқимын. Массасы 26,2 грамм кальций карбонаты мен гидрокарбонатының қоспасын, тұз қышқылымен өңдегенде 6,72 литр көмір қышқыл газы бөлінсе, қоспадағы кальций карбонаттың массалық үлесін есептеңдер. Енді бізде қоспа берілген, кальций карбонаты және кальций гидрокарбонаты. Қоспаның екеуін екі жерге жазамыз. Кальций карбонаты, кальций гидрокарбонаты, кальций эквиваленті, гидрокарбонат бір валенті, сол себептен 2 еселеп жазамын. Кальций карбонаты мен кальций гидрокарбонатына тұз қышқылын қосамын, әрқайсысына бөлек тұз қышқылын қосамын. Екеуі де тұз қышқылмен реакцияға түседі. Нәтижесінде бізде шығады тұз, кальций хлориді, су және біздің көмір қышқыл газымыз бөлінеді. Екінші реакцияда да кальций хлориді, су және біздің көмір қышқыл газымыз бөлініп шығады. Міндетті түрде екеуі жүзінде көмір қышқыл газы екі реакцияда бөлінді. Енді реакцияны міндетті түрде дұрыс жазғаннан кейін міндетті түрде реакция теңестірілген болу керек. Егер есептеріңіз теңеспеген болса, онда уақытты кетірмей қойыңыз, күнсіне есебіңіз уже қате шығады. Міндетті түрде реакцияны дұрыс жазғаннан кейін теңестіруіміз қажет. Мына жерде 2 қоямын тұз қышқылының алдына. Бұл жерде тұз қышқылының алдына 2 қоямын, судың алдына 2 және көмір қышқыл газының алдына 2 қоямын. Реакция теңесті. Берілген масса, жалпы масса, қоспаның массасы 26,2 берілген. 26,2 жалпы массасы болғандықтан жалпы 26,2-ні жазып қоямын. 26,2 грамм. Біздің қоспамызда кальций карбонаты мен кальций гидрокарбонаты, біреуіне X, екіншісі Y жазасыздар. Бөлінген көмір қышқыл газы дейді. Міне көмір қышқыл газымыздың жалпы көлемі 6,72 литр. Себебі екі реакцияда екеуінде де көмір қышқыл газы бөлінгендіктен жалпы литр деп жазып қоямыз. Солай сияқты басындағыдай KX деп жазып қоямыз. CO2 және екінші CO2 Y деп жазамыз. Жүйені құрастырған кезде мына формуланы міндетті түрде мына формулаға бағынып жазасыздар. MR X, екінші заттың MR-ін қосамыз. MR Y, MR дегеніміз бізде салыстырмалы молекулалық массасы, оны Менделеевтен табасыздар. Тен берілген екі қоспаның массасын жазасыздар. Сонда масса MRX, MRY тен массаға. Екінші жүйеге жазамыз екеуі газ, газдың алдындағы коэффициенті, зат коэффициентін жазасыздар. Бірінші газда бізде ештеңе жазылмаған, сол себептен X плюс алдындағы коэффициент бізде 2, сол себептен 2Y. Көлем берілген, көлемді осы жерде сразу бөлеміз, малярлық көлемге бөлеміз. Сол бізде 22-де тең екенін білесіздер. Енді жүйені құрастырайын. Осыған қарап, бізде кальций карбонатының салыстырмалы молекулалық массасы 100-ге тең. Ол жерде егер алдында коэффициент тұрса, тоже оны ескересіздер. Міндетті түрде ол жазылу керек. 100X плюс кальций гидрокарбонатының салыстырмалы молекулалық массасы бізде 162-ге тең. 162Y тең, бізде масса жалпы 26,2-ге тең. Бөлінген екі газ. Біреуін X деп жазамыз, алдындағына қарап, мына жерде 2 тұр, 2Y. Енді берілген көлемді мен ойша сразу 22,4-ге бөліп тастаймын. Бөлген кезде бізде шығады 0,3 шығады. Бізде 100X плюс 162Y тең шықты 26,2. X плюс 2Y тең шықты бізде 0,3. Жүйенің астын, мынадан азырақ болып тұр. Астындағы жүйені міндетті түрде бір санға келтіру керек, немесе 100-ге, X-тен құтылу керек, немесе Y-тен, или 162-ге көбейтеміз. 100-ді таңдайық. Бәрін астындағы жүйені біз 100-ге көбейтіп жібереміз. Бәрін. Сонда бізде шығады. Жүйені тағы қайталайын. 100X үстін жазамын. Қайтып 26,2 и астына 100-ге көбейтіп шығамын. 100X плюс 200Y 0,1-ді 100-ге көбейткенде 30. Енді бірінші жүйеден екінші жүйеден азайтамыз бір-бірінен. Өйткені маған X-тен немесе Y-тен құтылып кету керек. Азайтқан кезде X пен X қысқарып кетеді. Бізде қалады Y-тен 162-ден 200 азайтқан кезде бізде шығады минус 38. Минус 38Y. Енді 26,2-ден 30-ды азайтқан кезде бізде шығады минус 3,8 шығады. Енді Y-ті табу үшін біз наған бөлеміз ғой. Шығады бізде 0,1. Сонда біз Y-ті тауып алдық. Y-ті мына жерге қоятын болсам, мына Y-ті мына жерге қоятын болсам, мен ненің массасын табамын? Мен табамын кальций гидрокарбонат массасы. Өйткені ол Y болып тұр. Келесі
Сосын бірінші y тауып аламын. Одан кейін жалпы массадан кальций гидрокарбонаттың массасын азайтқан кезде мен керек кальций карбонаттың массасын табамын. Так, есептеп көрейік. Так, 162 масса кальций гидрокарбонаты тең 162-ні көбейтемін 0,1-ге. Тең шығады менде 16,2. Енді жалпы массадан, масса кальций карбонатын табу үшін мен жалпы массадан 20 азайтамын 16,2-ні. Сонда менде шықты 10 грамм. Сонда кальций карбонаттың массасы 10 грамм. Енді маған сұрап тұр қоспадағы кальций карбонаттың масса үлесі. Масса үлесін табу үшін омега тең масса жаңағы кальций карбонаттың массасын бөлем жалпы массаға пайызға. Так, есептеп көрейік. Онда бөлем 26,2 тең шығады менде 38,16 пайыз шығады. Сонда мына жерде бізде 16 пайыз болу керек. Кітапта 12 пайыз деп берілді жауап, бірақ нақты жауабы 38,16 пайыз. Енді екінші есеп шығарып көрейік. Массасы 40 грамм мыс пен алюминий қоспасы концентрлі азот қышқылымен өңдегенде 8,96 дециметр куб газ бөлінді. Қоспаның құрамындағы алюминийдің массалық үлесін есептеңіздер. Так, енді бізде міндетті түрде реакцияны жазар алдында реакция жүре ме, жүрмей ме туралы бізде білім болу керек. Енді қоспа десек, қоспаның құрамындағы мыс пен алюминийға бөлек, каждыйына бөлек жазасыздар. Мыс және алюминий. Кейбір оқушылар бірге жазып қояды. Жоқ, мыс бөлек, алюминий бөлек. Әрқайсына концентрлі азот қышқылын қосамыз. Концентрлі азот қышқылын, концентрлі деп жазып қойайын. Мына жерге де алюминийға концентрлі азот қышқылын қосамыз. Бұл жерде білулеріңіз бойынша концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейді алюминий, темір және хром реакцияға түспейді. Алюминийда, хромда, темірде концентрлі азот қышқылымен реакцияға түспейді. Значит, бұл реакция бізде жүрмейді. Бізде мыс пен концентрлі азот қышқылы реакцияға түскенде нәтижесінде бізде шығады тұз, мыс нитраты. Мыстың валенттілігі айтылмаған. Егер есепте мыстың валенттілігі айтылмаса, всегда 2-ні аласыздар. Білесіздер, валенттілігі 1 немесе 2 екенін. Бөлінеді қоңыр түсті газ NO2 және бөлінеді бізде су. Так, газ бөлінді, түзіледі су. Так, енді бізде берілген масса 40 грамм, ол жалпы купр мен алюминийдің массасы. Алюминий реакцияға түспесе де, ол қоспаның массасын өзгертпейсіздер. Так, енді бізде мына реакцияның көмегімен купрның массасын табамыз. Бізде газ берілген. Мына жерде реакция жүрмегендіктен газ бөлінбейді. Значит, мына газдың көлемі 8,96 дециметр кубқа тең. Так, көлемнің астына әрқашан 22,4 жазылады. Енді реакцияны есептеу үшін, есепті шығару үшін мен міндетті түрде реакцияны теңестіру керекпін. Так, азот қышқылының алдына 4 қоямын. Так, азот оксидінің алдына 2 қоямын, азот диоксидіне және судың алдына 2 қоямын. Так, реакциям теңесті. Ол үшін оттекті санап жүрсеңіздер, реакцияның теңескенін көрсетесіздер. 12, оттек мына жерде 6, плюс 4, 10 и 12. Реакциям теңесті. Так, көлемнің астына всегда 22,4 жазылады. Алдында коэффициент ескеріледі, значит 44,8-ге тең. Так, купрның массасы 64. Мен массасын білмеймін. X енді пропорция бойынша білесіздер. 64-ті 8,96-ға көбейтіп, 44,8-ге бөлемін. Жаңағыны айттым. 64-ті 44,8. Так, калькуляторды қолданайық. 64-ті көбейтем 89,6-ға. Бөлем 44,8-ге. Шықты менде 12,8. Тұр алюминийдің массасы. Алюминийдің масасын табу үшін жалпы массасы менде 27-де 2 масса шығады. 27-де 2 грамм. Так, енді маған үлесін сұрап тұр. Үлесін есептеу үшін мен алюминий 2-ні бөлем жалпы масса. Көбейтемін 100%. 8%. Есіміз шығып тұр. Назарларыңызға рахмет. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде лайк және комментарий қалдырыңыз.